Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, қысқа сақтауға арналған салат дайындайтын боламыз. Видеода барлығын мұқият толыққанды түсіндіретін боламын, сондықтан видеоның ең керек жерлерін өткізіп жібермей, мұқият соңына дейін көріңіздер. Өте дәмді рецепт, жасап көруге кеңес беремін. Ал ендеше салатымызды бастаймыз. Мен бұл жерде 8 кг қызанақ, болгарский тәтті бұрыштан 2 кг, 300 грамдай сарымсақ, 1,5 кг сәбіз және 1,5 кг пияздан алдым. Енді осының барлығын жуып тазалап дайындап болған соң бөліктерге бөлеміз. Ең алдымен осылай қызанағымызды қажет емес жерлерін алып тастап, осылай 4 немесе 6 бөлікке бөліп, ет тартқыштан өткізуге ыңғайлы болатындай қылып турап дайындап аламыз. Сондай-ақ сәбізімізді, тәтті болгар бұрышын барлығын осылай ет тартқыштан өткізуге дайын қылып турап дайындап қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай барлығын ет тартқыштан өткізуді бастадық. Алдымен қызанақты, содан соң тәтті бұрышымызды және сәбізді барлығын осылай ет тартқыштан өткізіп бөлек ыдыстарға дайындаймыз. Бұл салаттың ерекшелігі қыста өте жақсы желінеді. Үйде кішкентай балдар болса, тіптен жақсы желінетін болады. Өйткені балдар жай ғана нанға қосып жегенді ұнатады ғой бізде. Жай ғана нан батырып жеп кете береді. Ешқандай да жаңағы тәтті бұрышын теріп алып тастап, сәбізін жемей алып тастап отырмайды да. Барлығын сондықтан ет тартқыштан өткізіп жібереміз. Енді пиязымызды барлығын турап дайындап болған соң, осылай қызып тұрған ыдысымызға көрсетілген мөлшер бойынша сұйық майымызды құйып, пиязымызды салып, жақсылап қатты отта қуыратын боламыз. Шамамен 10 минуттай уақытымыз өтті. Міне пиязымыз осылай сарғайғанша қуырылды. Енді осы қуырылған пияздың үстіне сәбізімізді салып, сәбізді де осылай араластырып қуырып жіберетін боламыз. Осы қуырылып жатқан кезде үстіне тәтті болгар бұрышымызды құйып, осылай оны да араластырып, бір 2-3 минуттай қуырып жесеңіздер жеткілікті. Осылай қуырып аламыз, жақсылап араластырып. Енді қуырылып жатқан кезде үстіне осылай ет тартқыштан өткізілген қызанағымызды осылай құйып, барлығын жақсылап араластырып, оттың астын қаттыға қойып, бетін жауып, осылай қайнатуға қоямыз салатымызды. Міне салатымыз осылай көбігі шығып қайнап бастады. Енді осы кезекте оттың астын жай қойып, салатымызды бір-бір араластырып жібереміз да, баяу отта салатты 1 сағатқа қайнатуға қоямыз. Салатымыз 1 сағат қайнап болған соң, үстіне ет тартқыштан өткізілген сарымсақты салып, барлығын жақсылап араластырып, қайнауды жалғастырамыз. Тағы да 20 минут баяу отта қайнатып жібереміз. Міне салатымыз қайнауын жалғастыруда. Енді үстіне мен 4 ас қасық қант салдым және 5 ас қасық тұз салдым. Қант ол салаттың, қызанақтың қышқылдығы болса, қышқылдығын басады және өте әдемі болады салаттың дәмі, сондықтан қант салып жібердім. Енді үстіне осылай жуылған лавр жапырағын, өз қалауларыңызша укроп салсаңыздар болады, және осылай домалақ қара бұрыштан да салып жібердім. Енді қайнауды ары қарай жалғастырамыз. Тағы да жарты сағат қайнататын боламыз. Баяу отта қайнатыңыздар. Салатымыз қайнап дайын болғанша осылай қайнап тұрған ыстық судың үстіне банкаларымыздың крышкасын салып, жақсылап стерилдеп жібереміз. Және осылай қайнап тұрған шәйнегіміздің үстіне банкаларымызды төңкеріп, асықпай мұқият әрқайсысын 5-10 минуттан жақсылап стерилдеп алатын боламыз. Бұл жерде стерилдеу міндетті, себебі банкаларды жабатын кезде міндетті түрде стерилдеу керек, әсіресе салат жабатын кезде. Енді міне салатымыз қайнап дайын болды. Шамамен 2 сағатта дайын болды салатымыз. 2 сағаттай қайнады. Салатты банкамызға құймас бұрын міндетті түрде тұзын көріп, егерде тұзы кем болып жатса, тұзын өз қалауларыңызша салып, жақсылап араластырып, салатымызды осылай банкаларымызға құйып шығатын боламыз. Бұл жерде банканы ыстықтай құю міндетті. Ыстықтай қайнап тұрған кезде осылай банка отымыздың астын жай отқа қойып, осылай банкаларымызды ыстықтай стерилден шыға салып, осылай асықпай құйып шығамыз.
Салатымызды банкаға құя салысымен осылай бірден жабуға кірісеміз. Ыстық күйінде асықпай мұқият жақсылап бұрап, бұрағыштың көмегімен барлығын ауа кірмейтіндей етіп бұрап, осылай жауып шығамыз және бір күнше төңкеріп қоямыз. Бір күнге неліктен төңкеріп қояды? Себебі мынау крышкадағы резина банкаға жақсылап жабысып қалуы керек, сонда ауа кірмейді. Ал ауа кірмейтін банка мүлдем атылмайды. Сондықтан банканы бұрай салысымен міндетті түрде осылай төңкеріп, үстін жылы орап жауып қойыңыз. Егер де осы видео ұнаған болса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, қолдау көрсетіп, видеоны достарыңызбен бөлісе отырыңыздар.